Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін үгілмелі қамырдан етті бәліш дайындап көрсетемін. Ол үшін 500 грамм ұнымызды електен осылай өткізіп аламыз да 200 грамм маргаринімізді қосып үгітіп, яғни үгілмелі қамыр дайындаймыз. Және басқа ыдысымыздағы 100 мг айран үстіне 1 жұмыртқа, 1 шай қасық қопсытқыш және де 1 шай қасық тұзымызды қосып араластырамыз. Осы дайын болған сұйық массамызды араластырып, өте жұмсақ қамыр елейміз. Дайын қамырды пакетикке орап, кемінде 30 минутқа тоңазытқышқа салатын боламыз. Осы уақыт аралығында салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін 500 грамм тартылған етке қалауыңызша картоп, жуа турап қосып саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып араластырамыз. Бізде қамыр дайын болды. Қамырды екіге бөлеміз. Кіші бөлігін беткі бөлігін жабамыз, ал үлкен бөлігін астына оқтаулап пергамент қағаздың үстіне қоятын боламыз. Жайылған қамырдың үстіне начинкамызды видеода көрсетілгендей қылып салып шығамыз. Бәлішіміздің беткі бөлігінде кіші тестамызбен жауып, шеттерін өздеріңіздің қалауыңызша осылай өрнектеп шығасыздар. Және де жұмыртқаның сарысын осылай беткі бөлігіне жағып шығамыз. Бәлішімізді алдын ала қыздырылған пешке 160 градуста 1 сағатқа қоямыз. Осымен үгілмелі бәлішіміз дайын болды. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта жаңа рецептер шығарылатын болады.